жақсы болуы мүмкін, мұсылман еместің жағдайы жақсы бола қоймайды. Егер кімде-кім бұл дүниеде мұсылманшылығын дұрыстап өте алатын болса, оған жеткен ажал ол көретін қиындықтың соңғысы да. Егер бұл дүниеде мұсылман болмаса, оған жеткен өлім қиындықтардың бастамасы ғана. Басталды деген сөзде одан кейін, одан да қиын болады. Көшеде жүрген ғой, это всего лишь цветочки деп қояды ғой. Олар бастама ғана болады. Сол үшін Аллах тағала ол қияметтің күндегі нәрсені сақтасын. Ол ертең өлгенде де құр өле салмайсың. Аллах Құран айтқандай, күллу нафсин заиқатул маут, бүкіл жан егесі өлімнің дәмін татады деген. Қалай өмір сүрді? Мұсылманша, мұсылман кәпірше өмір сүрді, кәпірсізше өліп кетеді. Сол үшін шынымен ертең Аллахтың алдына баратынымыз рас. Ол өлім де бізге айтқан кезде негізі кафа бил маути ва айзан дейді ғой. Өлім жеткілікті уағыз дейді. Ақылы бар адам үшін өлім жеткілікті уағыз. Сол үшін әрбір мұсылманға өлімді ойлау негізі парыз. Өйткені аятта солай келген, хадистерде сол мағынада келген. Аллах Тағала пайғамбарымызға айтқан, иннака маййтун, сен өлесің деп айтқан. Егер пайғамбарға айтқан болатын болса, оның алдында оның алдында біздің жағдайымыз қалай болатын шыменде Алла біледі. Сол үшін шыменде ақыретте күнге дайындық жасау әр ақыл бар адам тірлігі. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламнан бір күні сахабалар сұрады. Я Расулаллах деді. Айюл муъминина акяс. Біз қазір муъминдер туралы, яғни иман келтіргендер туралы оқып өттік аяттарды. Сонда сол иман келтіргендердің ішіндегі ең ақылдысы кім деп сұрады да? Ең ақылдысы кім деп сұраған сұраққа пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи жауап бергені айтты: аксарухум лил маути зикран ва ахсанухум лима ба'даху истиадан деді. Құдайға сендім деп жүрген жандар ішіндегі ең ақылдылары деді, өлімді жиі ойлайтындар деді. Және өлімнен кейінгі жағдайға дайындық жасап жүретіндер деді. Бұл олардың ішіндегі ең ақылдылары деп айтылған екен. Сол үшін пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның хадисіне қарай сүйенетін болсақ, пайғамбарымыздың хадисіне қарап сүйенетін болсақ, онда өлімді ойлау біздерге парыз. Өлімді ойлау парыз екенін пайғамбар айтқан, осы әксір мен зикр хазмел ләззат, адамның рахатын қашыратын өлімді жиі ойлаңдар дегенде. Сондықтан әрбір адам қазір кезде ойлағысы келмейді. Өлімді айтса қашқысы келеді, бірақ одан ешкім қандай пайда таппайды. Мұсылман өлімді ойлағанда өлу үшін ойламайды, өлімнен кейінгі ақыретке күнге дайындық жасау үшін ойланады. Сол үшін біз білеміз, мысалға аспандағы айға бір адамды ұшыру үшін ол дайындықсыз кете алмайды ғой. Егер аспандағы айға дайындықсыз кететін болса, онда екі-ақ қазақ ұшпас еді, көп қазақ ұшатын еді. Бірақ оған үлкен дайындық керек. Оған іріктейді. Қанша адамның ішінен өте азнаулақ адамдар шығады. Сонша. Одан кейін айға ұшырады. Айға ұшырғаннан кейін қанша дайындайды. Оған арнайы скафандр киіндіреді. Сосын барады. Мына көзімізге көрініп тұрған айға барудың өзіне дайындық керек болатын болса, онда ақырет деген жайға бару үшін де көп дайындық керек та негізі. Сол үшін адамдар қателесіп қалмасын. Егер жаңағы скафандр киген адамның бәрі айға ұшып кете алмайтыны сияқты, дайындық көрмеген адам скафандр кисе космонавт болып кете алмайтыны сияқты, егер кімде-кім бұл дүниеде намазын оқып, оразасын түгендеп, Құдаймен жаңағы қарым-қатынасын дұрыстап, ширк күнәсінен алыс болып, бір Құдайға сиынып жүрмесе, бөлек сиынатын нәрседен алыс болмаса, жаңағы палшыға сену деген жаман әдеттен, болмаса Аллахтан бөлек тасқа, құсқа, суға, отқа, әруаққа сиынып кету нәрседен алыс болмаса, онда ол құр ғана молданың пішперген кебінің киген кезде ақыреттегі жайға дайын болып кете алмайды. Дайындықсыз скафандр айға алып бармайтын сияқты, дайындықсыз кебін жәннатқа алып бармайды. Және де кімде-кім өзі бұл дүниеде намаз оқып қалмаған болса, онда оған молданың оққан намазы пайда бермейді. Адам өзі намаз оқымаса, молданың оққан намазынан пайда көру өте қиын. Сол үшін бұл нәрселерді біз өз-өзімізді алдамауымыз керек. Әрқашанда ақиқатқа анық ашық қарай білуіміз керек. Егер құлшылықсыз да жәннатқа кіруге болатын болса еді, намазсыз да, оразасыз да, Құран аятын оқымастан да, пайғамбардың сөзін тыңдамастан жәннатқа кіруге болатын болса, онда пайғамбар не үшін келді деген сұрақ туады. Онда Құран не үшін түсті деген сұрақ туады. Кім үшін келді бұл? Не мақсатта келді? Яғни Аллах Тағала осы арқылы бізге айтады. Яғни бұл дүниенің өзінде айға баратын адамдар өзінің арнайы кітаптарымен оқытып жатыр. Ал ақырет дейтін жайға баратын адамдарды Аллах Тағала Құран арқылы оқытып жатыр да. Құран арқылы оқытып жатыр. Сол үшін біз сөзімізді тиянақтай келе айтатынымыз, әрбір адам өзінің ақылы бар болған болатын болса, Аллах Құран айтқандай, "Уама индаллахи хайру ва абқа, афала тaqilun", Аллахтың қасындағы нәрселер хайырлы
және тұрақты ақылға келмейсіңдер ма дейді. Хайырлы және тұрақты ақылға келмейсіңдер ме дейді. Сол үшін әрбір адам ойлану керек. Мысалға, әрбір адам ақылы бар. Оған қазір біреуге айтсаң, ей аға, ей әпке, сіз білесіз бе, анау қалада мен бір адамды көрдім, мусорный ящиктен, жаңа қоқыс ящигінен адамдардың тастаған қоқыстарын, қатып қалған вермешелді, помидордың желінбеген түбін, жаңағы алып, соны жеп, соны бір жаңағы жылу нелердің бойына барып жатып, жүрген бір бишара, бізде биш деп қойды, сондай адамдарды көрдім. Ол қандай жағдай десе, кім сондай болғысы келеді? Енді екінші адам бар, ол жақсы үйде тұрады, жылы үйде тұрады, тамағы бар, жаңағы баспанасы адам бар, енді бір адам баспанасы жоқ, жаңа жәшіктен сондай әр нәрсе теріп жеп жүр. Екеуі тең емес қой жағдай, тең емес. Енді адамға сен қайсысы болғың келеді? Жоқ, үйі бар адам болғым келеді дейді. Дұрыс, ақылы бар. Ақылы бар адам өзіне пайдалы нәрсені таңдай біледі. Пайдалы нәрсені таңдайды. Ақымақ адам өзіне пайдалы нәрсені таңдамайды. Енді бір адам бар, тепсе темір үзеді, денсаулығы деген мықты, тас шайнаса да өтіп жіберетін, сондай беті жаңағы қан жүгіріп тұрған, сондай бір адам болса, енді біреу бар тұрса, жаңағы тәлтірек дейтін, отырса опырылып қалатын, сондай бір ауру, жаңағы болмайтын суға шашалып, болмайтын түйір тамаққа қақалып, өлейін деп жүрген адам, мен жаңағы денсаулығы мықты адам екеуі тең ба? Тең емес. Қайсының керек саған? Кімнің денсаулығы керек десең, денсаулығы мықты адамды керек дейді. Дұрыс, ақылың бар, соны таңдапсың. Ондай болатын болса, Аллахтың қасындағы дүниелер жақсы ғой, тұрақты ғой. Онда неге ояқтағы жақсы дүниені таңдамаймыз сол ақылменен? Біз мына қысқа өмірдің өзінде жақсы нәрсені таңдаймыз да, онда ұзақ өмірде сол жақсы нәрсені таңдауға тиісті болып табылады екенбіз. Аллах тағала барша айтары туысқандарымызға, ел жұртымызға, осы көрші қолаңдарға, бауырларымызға иман берсін. Аллах тағала осы біздердің айтқан сөздерімізден маған да, тыңдаған сіздерге де сауап жазсын. Әрбір мұсылманшылықтың бір аятым болса да, осы Құрандағы пайғамбарымыздың бір хадисінде жеткізем деп шын ықыласпен жүрген бауырларымызға Аллах тағала жәрдем еткен болсын. Олардағы кемшіліктер болса, Аллах тағала оларға кешірім етсін. Аллах тағала баршамыз ізгілікке бастасын. Мұсылман қауымына татулық, бірлік берсін. Жер бетінде өмір сүрген бүкіл мұсылмандарға Аллах тағала жәрдем еткен болсын. Ауруларына шипа берсін. Қарызға батқандарын Аллах тағала қарыздан құтқарсын. Қиындыққа ұшырағандарды қиындықтан құтқарсын. Аллах тағала әрбір мұсылманның өзін де, малын да, әйелін де, баласын да панасына алсын. Аллах тағала мұсылмандарға өзі Құранына деген махаббат нәсіп еткен болсын. Және өзінің пайғамбарына деген махаббат нәсіп етсін. Және бір-бірлеріне деген махаббатты нәсіп еткен болсын. Аллах тағала және де кім ислам дініне жәрдем етем деп жүгіріп жүрген болса, ислам діні туралы жақсы ойда болған болса, Аллах тағала оған жәрдем етсін. Ал енді кімнің көкірегінде исламға деген дұшпандық болған болса, исламның дініне, Аллахтың хақ дініне, Құранға, пайғамбар қарсы әрекет жасап жүрген болатын болса, Аллах тағала олардың жазасын өздеріне берсін, мұсылманға зиян тигізбесін. Аллах тағала осы сөйлеген сөзінде қате кемшілік болса кешірім еткен болсын. Субханака Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта вастағфирука ва атубу илайк.